Құрметті тыңдарман қауым, мен Ахмет Молдабек Меңелбайұлы, жалпы білім беру, осы университет жалпы білім беру кафедрасының аға оқытушысымын, заң ғылымының кандидатымын. Бүгінгі пәніміз осы құқықтық сабақ жөніндегі қылмыстық құқық заңнамасы және қылмыстық процестік заңнамасының қолдану аясы жөніндегі. Өздерің жақсы білесіздер, қоғамға орын алып жатқан әрбір қылмыстық құқық бұзушылық әрекет пен қылмыстық теріс қылық бойынша, оның жауапкершілігі жөнінде, сол жасалған әрекеттер бойынша арнайы қылмыстық кодекс жөнінде мемлекетіміздің президентімен қабылданған арнайы қылмыстық кодекстің арнайы жалпы және ерекше бөлімі бар. Осы қылмыстық кодексте жалпы бөлімінде негізі қылмыстық кодекстің негізі міндеттері және заңдылығы жөнінде және сонымен бірге оның нақты бағытты іс-шаралар жөнінде жасалған қоғамға қауіпті іс-әрекеттерге байланысты олардың саралау белгісі және әрбір әрекеттің қылмыстық құқық бұзушылық пен қылмыстық теріс қылықтың құрамының бары жөнінде әрекетке байланысты жаза тағайындау және жазаның негізгі ұғымы мен оның мақсаттары туралы және жалпы негіздері туралы сонымен бірге негізі қылмыстық құқық бұзушылық пен қылмыстық теріс қылықтың ұғымдары, оның мәні, оның негіздері туралы және кәмелетке толмаған қылмыстың жауаптылығы туралы медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары, өзге де қылмыстық ықпал ету шараларымен бірге басқа да осындай заңдылықтың сақталуы жөнінде бағытты бағдарлы өзінің қағидаты бар. Осыған сәйкес осы қағидаттарды жалпы бөлімдегі қағидаттар қолдану тәртіптері мына ерекше бөлігіндегі әрбір қоғамға қауіпті іс-әрекеттің саралау белгісі бар және құрамы бар жеке адамға, қоғамға және заңды тұлғаға қарсы жасалған әрбір әрекеттер бойынша солардың баптары айқын көрсетілген. Соның осы баптардағы диспозициясында осы қылмыстық кодекстің әрбір қылмыстық құқық бұзушы әрекеттің, қылмыстық теріс қылық әрекеттің саралау белгісі және сонымен бірге соған байланысты қылмыстық жауаптың жазасы мен оған белгіленетін жаза мөлшерлері және сонымен бірге оған сол жазаны өтейтін жерлері туралы нақты айқын көрсетіліп айғақталған. Ендігі таңда негізгі қылмыстық кодексінің мақсатының негізгі бағыты заңнаманың қолдану аясында жататын әрбір жасалған қылмыстық құқық бұзушылық бойынша жауапкершіліктің жазасы және жауапкершіліктің негізгі мақсаттары көзделген. Сонымен бірге ендігі қазіргі таңда дәл осы қылмыстық кодекстің саралау белгісімен, құрамы бар белгісімен және әрекетімен сараланып келген қылмыстық істер бойынша процестік тәртіптері жүргізу және оның қылмыстық сот жүргізу тәртібі мен оның айқын бағыттарының негізін түсіндіретін қылмыстық процестік заңнамасы бар. Бұл қылмыстық процестік заңнамасы Қазақстан Республикасының жарлығыменен біздің Қазақстан Республикасы Конституциясының негіздері жасалған мынандай Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексімен реттелген және осы заңнамасымен айқындалып бәрі көрсетілген. Дәл осы қылмыстық процестік кодексте қолдануы Қазақстан Республикасының Конституциясымен және Қазақстан Республикасының Конституциясына және сол халықаралық құқықтық жалпы бірдей белгіленген қағидаттар негізінде қолдану тәртібі айқын көрсетілген. Әсіресе осы қылмыстық процестің қолдануы жөнінде арнайы осы кодексте арнайы баптар бар. Және оның қолдану аясымен және ұғымдары жөнінде және қылмыстық процестің шетелдік азаматтығы жоқ шетелдік азаматтарға байланысты қолдану тәртібі. Сонымен бірге осы қылмыстық процесте қылмыстық іс жүргізу тәртібі, соттылығы, тергеулігі, сонымен бірге дәлелдемелерді жинақтау және процессуальдық хаттамалар толтыру және қылмыстық әрекеттердің
оқиға болған жердегі айғақ заттарын алу, дәлелдемелер жинақтау тәртібінің бәрі осы айқын көрсетілген. Сонымен бірге осы қылмыстық процесте негізі заңнамасының талаптарының біріне әрбір тергеу орнының немесе басқа да прокурордың, басқа да қылмыстық процесті жүргізетін орындардың әрекеттеріне берілген шағымдарды және солардың қарау тәртібі тергеу судьясының өкілеттігіне белгіленді. Тергеу судьясының өкілеттіктері бәрі айқын көрсетілген. Әсіресе өздеріңіз жақсы білесіздер, Қазақстан Республикасының Конституциясының ең бағытты, маңызды қағидаты ол қоғамда адамның өмірі, мемлекетіміздегі және адамның құқығы мен бостандығы. Дәл осы процесстік кодексте қылмыстық құқық бұзушылық немесе қылмыстық теріс қылық жасаған әрекеттің саралау белгісі бар және құрамы бар адам бойынша қылмыстық істерді жүргізу кезіндегі олардың құқықтары мен міндеттерін және сонымен бірге олардың әрекеттері бойынша оқиға болған жердегі нақты дәлелдемелер мен басқа да маңызды айғақтардың алу тәртіптері осы кодексте көрсетілген. Соның ішінде осы қылмыстық процестің негізгі принциптері мен негізгі мақсатына осы процестік кодексінің осы заңнамада көрсетілген талаптары мен міндеттерін және заңдылықтарын сақталуын қамтамасыз етілген. Себебі әрбір жүргізген қылмыстық процесті орынның жүргізген қылмыстық немесе қылмыстық бұзушы істері бойынша адамның құқығының бұзылмауы және оның сақталуы және оның қорғалуы және әсіресе тілдің өзі білетін тілде іс жүргізу тәртібінің орындалуы, сонымен бірге қорғаушы мен заңгерлік көмекпен қамтамасыз етілуі міндетті түрде айқындалып көрсетілген. Бұл талаптың орындалуы осы процестік кодекстің арнайы баптарымен реттелген. Әрине, мен жаңа айтып кеттім сіздерге. Біздің Конституциямызда ең маңыздысы адамның құқығы мен бостандығын қорғау жөніндегі мәселе екендігін айтқан. Дәл сол талап біздің Конституцияда көрсетілген. Дәл осы қылмыстық процесті жүргізу кезіндегі әрбір қылмыстық процесті жүргізетін орындардың адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сот арқылы қорғау жөніндегі арнайы баппен міндеттеген талап бар. Сонымен бірге дәл осы процестік кодексте жеке адамның басына қол сұғылмаушылық, сонымен бірге жеке өмірге қол сұғылмаушылық, жазған хаттардың телефон арқылы сөйлескен сөздердің пошта телефон арқылы және өзге де хабарлардың құпиясын сақталуының жөніндегі арнайы талаптар бар. Ерекше атап өтетін талаптардың біріне жататын тұрғын жайға қол сұғылмаушылық, меншікке қол сұғылмаушылық, соның ішінде кінәсіздік презумпция жөніндегі арнайы баптармен реттелген талаптар бар. Әрине, адамды қылмыстық құқық жасады деп, немесе теріс қылық жасады деп жалпылама дәлелдемесіз немесе болжамдармен айыптап, негізсіз кінәлап үкім шығаруға болмайды. Әрбір шығарылатын үкімнің, әрбір шығарылатын сот актісінің өзінің осы процестік кодекске сәйкес талаптар сақталып отырып, және осы заңнамада көрсетілген ережелердің, осы заңнаманың заңдылықты сақтау жөніндегі міндеттерінің негізінде соған сәйкес ендіріп, соған заңды түрде зерттеліп, баға беріліп, тексеріліп, және соған негізделіп, айыптауда, ақтауда үкім шығарылды. Өздеріңіз жақсы білесіздер, дәл осы кодексте соттардың тәуелсіздігі және сот жүргізудегі соттардың процестердегі жарыспалығы және өздерінің құқықтарын жүзеге асыру принциптері мен негіздері осы кодекстерде айқын көрсетіп, нақты негізі бағытты бағдарды талаптар қойған. Сонымен бірге осы процестік кодексте куәлердің, әсіресе айғақ беруші куәгерлердің құқықтары мен міндеттері және олардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуы жөнінде тәртіппен негізделіп айқындалып көрсетілген. Ендігі бір тоқталып өтетін мәселе дәл осы қылмыстық процестік кодексінің 3-ші тарауында қылмыстық қудалау негіздері
тәртіптер көрсетілген. Жекеше және жариялы қудалау айыптау істері бойынша. Бұл қылмыстық қудалау орындарының жүзеге асыратын тергеу кезіндегі, жеке айыптау істері кезіндегі соттардың, басқа да қылмыстық қудалау орындарының, әсіресе тергеу бөлімдерінің, анықтау орындарының жүзеге асыру жөніндегі міндеттер мен соның басты заңдылықтарды сақтау жөніндегі қағидаттары көрсетілген. Ерекше бір айтып өтетін жағдай, әрбір адам өзінің құқы мен бостандығын қорғау үшін сот арқылы қорғауға құқы және міндеті бар екендігі осы Қазақстан Республика Конституциясы мен осы қылмыстық процестік заңнамасында айқындалып көрсетілген. Соның ішінде ерекше атап өтетінім, әрбір құқы бұзылған адам немесе өзіне байланысты сот актісі шығарылған адам әр уақытта өзі берілген осы процессуальный кодекстегі құқықтар мен міндеттерін жүзеге асыру арқылы соттың жоғары сатыларына апелляциялық тәртіппен, кассациялық тәртіппен шағым беру арқылы өзін қорғауға құқы бар. Және соны жүзеге асыру кезеңінде әрбір дәлелдемелерді және басқа да заңмен тыйым салмаған негіздермен жинақталған басқа да құжаттарды ұсынып, өзінің бұзылған құқығын қалпына келтіру жөнінде іс-әрекеттер жасауға толық мүмкіндік берген. Енді жаңа айтып жатырмын ғой, әрбір қылмыстық істер бойынша бірінші саты мен кассациялық сатыда апелляциялық сатыда қарайтын тәртіптер осы заңмен реттелгенін айтып өттім. Соның ішінде ерекше атап өтетініміз, қазіргі аса ауыр қылмыстар бойынша Қазақстан Республикасына енгізілген алқабилер институтының негізінде осы қылмыстық процессуалдық кодексінде алқабилердің қатысуымен қарау тәртіптері және сонымен бірге адамның кінәлі еместігі жөніндегі дәлелдемелерді зерттеу тәртіптері алқабилердің жалпы даусымен, жалпы солардың жасап берген даусыменен сот актісі қабылданатынды көрсетілген. Ендігі таңда мен бір айтып өтетінім, дәл осы қылмыстық және қылмыстық мына екі кодекстің заңдылықтары мен принциптері мен міндеттерін қолдану тәртібі жөнінде Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының арнайы шығарылған нормативтік қаулылары бар. Осы жоғарғы соттың нормативтік қаулыларының ішінде Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің және қылмыстық жауапкершілік туындататын Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің арнайы баптарына және оның қолдану аясына, сонымен бірге қылмыстық процестің сот жүргізу тәртібіне және сонымен бірге дәлелдемелердің, айғақтардың маңыздылығы, нанымдылығы, оның пайдалануға жарамдылығы, сонымен бірге оның соншалықты әрекетті саралау белгісін және оның құрамының барын зерттеуді талап ететін арнайы осындай нұсқаулары бар. Негізінде жоғарғы соттың нормативтік қаулылары әр уақытта өзінің тиімділігімен және өзінің бағытты бағдарлы осы процестік заңнамаларды және қылмыстық кодексінің заңнамасын қолдану жөніндегі талаптардың негізгі бағытты бағдарын ұғындыратын және соның тәжірибесін бірізділігін қалыптастыратын, сонымен бірге осы заңның қолдануын және сот актісінің шығарылуы жөніндегі бағытты бағдарлы қоятын талапты міндеттері бар. Әрине, қазіргі таңда ең басты құнды нәрсе әрбір сот актісін шығару кезінде немесе тергеулік кезінде адамның құқығының бұзылмауы және оның әрекетінде қылмыстық құқық бұзушы әрекеттің бары немесе қылмыстық теріс қылықтың орын алғаны жөнінде, оның құрамының бары жоғы жөнінде дәлелдеме зерттеу басты міндет. Сол себепті мен әрбір өзімнің әріптестеріме және қазіргі білім алып жатқан жастарға осы қылмыстық процестік кодекспенен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің заңның талаптарының бәрін де бұлжытпай орындап, соның нәтижелі және заңды шешім қабылдауына септігін тигізетін жөнінде бағытты бағдарлы ұстанымда болуын тілеймін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.